Ең алдымен халық қалаулылары Қызылжарма каналына барды. Ұзындығы 7-8 шақырым болатын бұл канал арқылы Кви, Коммунизм, Шанхай, Әл-Фараби және Қызылжарма ауылдық округіне яқсу беріледі. Қазіргі таңда мұнда тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мұнан соң Бәйтерек мөлтек ауданындағы оң жаға каналында салынып жатқан көпір құрылысымен танысты. Қазір құрылыс жұмыстарының 40%-ға жуығы аяқталған. Мердігер мекеме өкілі алдағы тамыз айында толықтай бітіріп, ел игілігіне береміз дейді. Қызылжарма каналында да проблемалар бар. Жаңа көпірдің астында трубалардың іші толған, каналдың ішінің бәрі қоқысқа толған, оны табан тазалау керек. Бірақ енді биыл тікелей ішіндегі қоқыстарын тазалап суды жіберуді жоспарлап отыр. Соны 3-4 күнде соны жібереміз деп жатыр. Бізде жаңа жұмыстармен талап, соны нақтылап жатырмыз. Шын мәнінде тезірек суды, аяқ суды, яғни жіберіп, осы жасыл желекті аяқ сумен қамтамасыз ету керек. Сол кезде ғана біздің қаламыздағы егілген көшеттердің өсімі жоғары болады. Екінші жағынан мынау енді Бәйтерек мөлтек ауданында тұрғындардың көп шағым түсіп жатқаны мына айналма жол, қаладан тікелей көпір салынса деп, мына қазір сол көпірдің құрылысымен танысып отырмыз. Бұл жерде енді көпірдің құрылысында 366 миллион, оның ішінде 331 миллионы республикалық бюджеттен, 35 миллионы облыстық бюджеттен бөлінген. Сол қаржылар уақытында келіп, 6 айда, яғни осы тамыз айының аяғына дейін осы көпірді іске қосамыз дейді. Бұл көпірді іске қосса, жалпы қатынас анағұрлым жеңілдейді. Бұдан бөлек депутаттар Бәйтерек мөлтек ауданына барып, ондағы тұрғындармен кездесіп, талап тілектерін тыңдады. Бүгінде мұнда ұзындығы 11-8 шақырым болатын 7 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жол құрылысына облыстық бюджеттен 438 миллион теңге қаржы бөлінген. Мердігер мекеме Қызылорда жолдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мәслихат депутаттармен кездескен тұрғындар жолдың сапасына көңіліміз толмайды. Сондықтан бақылауды күшейтсеңіздер және қоғамдық көлік қатынасы да шешімін тапса дейді. Бүкіл Бәйтерекке 12 ақ знак берілген, кешеме мердігерді ұстап алып қылғындырдым, 33-ті өз қалтамыздан қойып жатыр. Обучина жоқ, мына тасыңды обучина ретінде төсе дедім. 33-ші көшені кеше түсіріп алып, бүкіл жерге білесіз ағайы, Зам Аким Еркебайға, жаңа Ғалымжан Еркебайға жібердім, сосын жаңа кімге жібердім, Файзулаевқа жібердім, Обла Акиматқа жібердім, Мархабат Жайымбетке бәріне жіберіп жатқан мен. Себебі неге? Мына жолдың бойын салған кезде сіздер неге колодестің қақпағына ақша бөлмейсіздер? Сонша ақшадан қалай жетпейді? Колодестің қақ ортасында тұр, қақпағын мен кеше люкті жапқыздырдым. Неге ол халық шырылдаған кезде жабылады? Не, анау келе жатыр, мен түсіріп тұрмын, машина анаған түссе аударылады ғой. Авария болса, анау Журба көшесіндегіне қаншама қайғылы оқиға болады, иә? Оны менің зарлауыммен келіп істелінді. Біріншіден. Екіншіден, оған оқушы түсіп кетсе, оған кім жауапты? Тағы да акимат жауапты оған. Жаңа мердігер мекеме жауапты. Сіздер ертең салып кетесіздер, соңында соттасасыздар. Ол бізге соттасқан керек жоқ, ол жерде қайғылы жағдай болмаса екен дейміз. Мына ендігі жол бөлінгенде аға, астында тас жол болатын болсын, мен өзім соны именно тұрғындар бар тексереміз. Өйткені сіздер бізге 1 жылға салып берген жоқсыздар, 10 жылға салып бердіңіздер. Мына 10 жылға жету керек. Сіздер келдіңіздер, мынаның жиегін, обучинасын негізі күрекпен салу керек түкін. Бірақ оны келді да грейдермен келдіңіздер де итердіңіздер. Ол грейдердің опыты жоқ. Келді да анау несін түсіріп алып кетпенін. Барды да жолды 3 жерден ойып кетті. Ол жолды қайтадан жамап сеткіздірдік. Нәтиже шықты. Зарласаңыз нәтиже шығады. Жыламаған балаға емшек жоқ, ятта болса. Оны жөндедіңіздер, оған рахмет. Бірақ мынау каналдың жиегінде, өшекте Бәйтерек бір ме, Бәйтерек 3-тің тұрғындары каналдың жиегіндегі. Біз неге зарлаймыз, неге жылаймыз? Жылайтын себебіміз мына каналдың жиегінде халықты ешкім ойламайды. Біз ойлап едік, анау кіреберістен бастап полный до конца 3-ке дейін салынсын деп. Мынау жол до конца салынбай, ортасынан салынған. Ортасы ғана салынған. Әрине, халық қалаулылары бұл мәселелер жіті назарда болатынын айтты және оңтайлы шешу жолдарын қарастыратындарын да жеткізді. Мадина Ералиева, Айдана Кауленова, Айдос Исаев, Жарас Рашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.